Кездесулердің әрине шымылдығын ашатын кездесу бұл ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі, яғни 70 кг салмаққа дейін өтетін керемет кездесу достар. Бұл жерде біздің қандасымыз Қытайдағы қандас бауырымыз Мақсат Қайсар мен оның қарсыласы бразилиялық Николас Мотта арасында өтетін тартысты кездесу достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі деліп, бұл кездесуде 50-50 деп бағалап отыр. Яғни қай жауынгер болсын өзіне жеңісті тартып алуы әбден мүмкін. Біздің Мақсат бауырымыздың біз білетіндей бұл жауынгердің жалпы бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет дамығандығын білеміз. Ал Николас Мотта бразилиялық жауынгерлерге тән, әрине бұл жауынгердің джиу-джитсу мен сонымен қатар грэпплинг стилі өте керемет дамыған. Осыған да байланысты болу керек, сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесу 50-50 деп бағаланып отыр. Ал біз әрине қандасымыз Мақсат Қайсардың жеңісіне үміттенетін боламыз достар. These days maybe someone dropping him on his ass.